екі түрлі нәрсе бар екен да. Кешірім сұрау бір бөлек, тәубеге келу екі бөлек. Кешірім сұрап жүре беруге болады екен. Кешірім сұрап, бүлдіріп, кешірім сұрап, бүлдіріп, кешірім сұрап, бүлдіріп, кешірім сұрап жүре беруге болады екен. Мысалға да, не істеуге болады? Өсек айтып қойып, кешірім сұрап, Алла өзі кешірсін, анау деген вообще оңбаған екен. Құдай өзі кешірсін, ана көрші де вообще оңбаған екен. Сен білесің, ана көрші де оңбаған, Алла кешірсін мені. Алла кешірсін, жаман әңгіме айтып қойып кешір. Ұстай алмай ертеңіне сен представляешь, ана көрші мындай қыздар, сол ол кешірім сұраған, ол жарамайды. Тәубеге келу деген, одан кейін істемеймін. Раскаяться надо дейді, тәубеге келу. Болды, мен түсіндім, біреуді өсектеген, біреуді жамандаған адам барлығы бұл соны өзі қайталайды екен. Мынау неге Құдай-ай, мынау нағылған адам мынау неге сөйтеді десең, соның сөйтетінін көргің келе ма? Өмірден өткенше сол неге сондай болғанын көріп, соның жасағанын жасамай өмірден кетпейді екенсің. Соның жағдайына түспей өмірден кетпейді екенсің. Сондықтан қыздар, ешкімді ешқандай информация тыңдамаңыздар. Қыздар, сосын біздің өзіміздің бүкіл энергиямызды біреудің өсегіне, біреудің әркімнің семьясына, инстаграмдарға әркімнің өмірін қарауға жұмсамаңыздар. Сіздердің қай-қайсыңыз ішіңіз толып тұрған энергия, соның барлығы басқа адамға кетпесін, семьяға кетсін. Және маған Қазақстанда емес, басқа елде бір қызымыз жазды. Телефонмен сөйлесуге мүмкін болмағаннан кейін WhatsAppқа жаза қойшы дедім, Қыздар, үш қыз туғанда енді примерно 6-7 жыл бірге 7 жылдай өмір сүріп тұрып, күйеуін әлі жамандап жатыр. Мен бір-екі сөз жазғаннан кейін ұялып кеттім ғой дейді. Ұялып кеттім дейді. Ләззат, сәлем, қалайсың? Ұялып кеттім дейді. Мен енді болды, ұялдың ба? Болды, енді өзіңді кінәламай ештеңе етпейді. Жайлап өзің енді реттелесің. Енді былай қыл. Енем мен сөзге келем дейді. Енді есіме түсіп, бір қызымыз жекеге жазшы деп едім. Жекеге жазыңыз, мамасымен айқайласқан қыз екен ғой. Қыздар, ешкіммен айқайласпай ақ қойыңдар, пожалуйста. Не қыламыз да? Жамандық жасап, жамандық ойлап, энергиямызды негативке кетірмейміз. Небір түрлі адам айналамызға вампир, мазасыз, тағы бірдеңе айналамызға адамды қойып қойды ма? Аллах тағала алдыңа соны қойып қойды ма? Ол энергия низкий вибрациядағы энергия ғой. Сен мынадай үлпілдеген қыз болып келдің, мына жерде низкий вибрациядағы адам отыр. Сен келдің, сен оны жамандай білсең, екеуің бірдей боласыңдар, бір-біріне арпылдасқан ене мен келін болып шыға келесің. Сен үлпілдеген қыз болып келдің ба, жап-жас әпедемақ, ішің таза болып, ананы кінәламай, лучше ол кісіні ертең мықты әже болады, ене болады деп ойлап сыйлай берсең, ішінен Аллаға сыйынып, өзіңнің жақсы арман мақсаттарыңды ойлай берсе, онда ана адамның деңгейі көтеріледі. Ниетің қандай сенің? Сенің ниетің мынаны жамандадың ба? Шай қандай оңбаған, аузынан мындай сөз шығады, елдің бәрін жамандап отырады, бүкіл негатив ойлап, Құдай қандай жаман адам сен? Көп ұзамай сондай боласың, потому что Аллах тағала неге ол жаман екенін жауап өзің аласың. Сондай болып қасында екеуің арпылдасып отырасыңдар. Егер сен мына деңгейде тұрып, Алла, жүрегіне иман құя көр, көркем мінез бере көр деп айта берсең, қыздар, не айтып жатырмыз? 100% 10 есе өзімізге қайтады. Жақсы адам болсын дей берсең, өзің жақсара бересің, ана адам да сенің артынан көтеріле береді. Қыздар, бывает иногда өзің несіне түсіп кетеді. Ничего. Бір Аллаға тапсырамыз, бір Аллаға сыйынамыз, бүкіл жақсылықты тілейміз, сондай жақсы болады да шыға келеді. Содан кейін эмоцияны ішке тықпаңдар. Мен жұта бердім деп жаза берген жаңа қызымыз. Ну что? Не болды содан? Бір қызы дұрыс емес болып туылды. Задержка развития ма или не помню, есімде жоқ. Мен мына келіншек өзгерсе, ана бала жазылып кетеді дедім де, мен ауруды есіме сақтаған жоқпын. Мен соны тіледім жаңа қызға. Сондықтан ішке ештеңе жұтпаңдар. Мен деген сондай жақсы адаммын, мен деген сондай өте Самат, сен кімден естіген? Өте жақсы адаммын мен. Ана сондай бірдеңе деп әңгіме айтып жатады қыздар. Сосын соңғы жағында бетіне айтып тілдім, сосын биттім. Қыздар, саси бермеңдер. Қолдан келсе,
мән бермей кешіреміз. Қолдан келмесе Аллаға тапсырамыз. Болды. Көріп тұрсың ба жаман адамды, жаман ене, жаман күйеуді көріп тұрсың ба? Я Аллам, жүрегіне иман бер көр. Я Аллам, я Алла, көркем мінезі бер көр. Я Алла, елестет. Енең әдемі орамал тағып алып, балдарды ойнатып отқан елестет. Әдемі болып, екеуің бірігіп бір нәрсе шайшып отқан елестет. Әдемі болып, екеуің бірдеңені үйлестіріп жатқан. Күйеуің әдемі болып, үйден ер азамат болып шығып бара жатқан қыздар. Күйеуіме энергияны беріп те көрдім, бермей де көрдім, негатив энергияны құйып та көрдім, қыздар. Ақтақ, менің қадірімді білмейсің ба? Көресің онда деп көрдім. Включательдің бәрі жанып кетеді, лампочка жанып кетеді. Қыздар, представляете? Қыздар, 15 күннен аса алмадым, потому что үйдің тоқтары бар ғой, үйдің тоқтары пырш деп әр жерден лампочка өртене бастады. Только мен негатив энергиямның кесірінен, представляете, қыздар? Үй светсіз отырып қалдық бір уақытта, представляете? Әйел или қарғап бәрін құртады, или Аллаға сеніп үйдің берекетін келтіреді. Мен какой-то ах так, теперь попробуй без меня деп мен негативқа кіріп кеткен кезде керемет болды. Енді невозможно керемет енді. Ужас болды. Ойлап, мен Майрагүл, болды, көкірегіңді бас. Мына үйге сен келдің ба? Екі баланы тудың ба? Екі баланы дүниеға құтырма. Екі бала аманат. Мына екі бала қандай әкенің балалары болады? Мына кімнің жағы? Майрагүлдің балдары ғой деп айтпайды ғой. Есепте жоқпыз ғой біз. Бірақ білет, кім тәрбиелеген? Азаматтың балдары ғой деп айтады ғой. Ал азаматты Майрагүл қандай қылып береді? 15 күнде қап-қара болып бүйтіп қалады ер азамат. Сосын анау оғасқалар бірінші бүйтеді, кінәлі екенін біледі де бүйтіп сүмірейеді. Сосын жалбақтайды. Жалбақтап жүрген уақытта орнына өздерің түсе қойыңдар, момент түсе қойыңдар. Сен көрдің ба деп бүйте берсең, ол я ішеді, я шегеді, я ойнайды, я басқа да болады. Алла сақтасын. Қыздар, понятно? Ұзақ қарғамаңдар. Өмір бойы қарғаған күйеулерін қарғаған әйелдер ауру күйеуін бағып отыр. Қайда тастайды? Енді неше жылға қарғаған несін көтереді ғой, енді қайда тастайды? Сондықтан күйеулерін никогда қарғамаңдар, міндетті түрде орындалады. Қыздар, я белден кетеді, я қуқтан кетеді. Енді олар, қыздар, ер адамына сырты қаттақ не бар ғой, груша, саусағын тығып қалсаң, ішіне кіріп кетеді ғой, сондай ер адам деген. Бір қызымыз жазып жатыр, айтып сөйлесіп жатыр. Ініме, неге орыс болып кеткенсің деп айттым дейді. Мамам, осынша шынсың ба, бала ренжіп қалады ғой деп айтты. Қой, наоборот, мен апасы айтқаннан кейін ол деген. Рахил апа, сәлем бердік. Ол деген намыстанады ғой деп айтты. Мен сонда, менің табиғат дальше развивайся, бұтам. Әйелдің табиғаты бөлек, еркектің табиғаты бөлек. Бізде айтса, ана әйел деген саған даже айтпай-ақ қойсын. Майрагүл, сен андайсың, мындайсың деп айтпай-ақ қойсын. Сен даже қарайсың да, андай болып кеткен. Мен де сондай боламын. Біз сондаймыз ғой. Мен де бірдеңе кием, мен де бірдеңе әйел адам обязательно бүйтіп қарап отырып, өзін дамытып отырады. Ер адам, егер оған біреуге бүйтіп еліктемейді, сен оған бір нәрсе айтсаң, негатив айтсаң, это прямо пилить етесің. Біз деген өте ішіміз стержен мықты болады. Біз никогда өзгермейміз, только если сами не захотим. Біз өзіміз өзгереміз деп ойласақ, біз өзгереміз. Біз өзгере алмаймыз. Егер қырсық болсақ, көкірек болса, поэтому өзіміз ғана өзгерте аламыз. Еркек әйелді өзгерте алмайды, еркекті әйел запросто өзгертеді. Поэтому күйеулеріңді бірінші қарғамаңдар. Содан кейін, қыздар, мен ютубқа жайлап видео салып жатырмын, содан кейін, қыздар, басқа күйеуге тигенде мен бақытты болар едім деп вообще ойламаңдар. Алла тағала, сен что-то қателесіп кеткен сияқтысың.
бұл адам менікі емес деген сияқты болады. Сол сөзді айтқандай болады. Біз сөйтіп ер адам менікі емес, менің адам емес деп ойлаған уақытта бізден энергия ер адамға бармай қалады. Ер адам сосын бұзылады. Жаңағы мен терплю деп жаңағы айтқан қызымыз бар ғой, мен бәрін жұтып жүрді деген. Айналып келгенде бір сұрақты қойып қалдым. Оказывается, бұл басқа күйеуге шыққысы келген. Сол күйеуге шыққанда мен басқа боларым едім. Болды, все понятно. Все. Күйеу тауып, 100 мың, 200 мың біраз ақшаны тауып, жоқ қылып барлығын үйге келгенінің өзі соны айтып тұр. Көрдіңдер ма, қыздар? Ер азаматты құртатын да, көтеретін де біз. Сондықтан ер адамды жаутаңдатпайық, қыздар. Ешқандай жаутаңдатпайық. Ер адамның өзінің жауапкершілігі, тағы басқа бір нелері бар. Бірақ біз оған сен осындай болуың керек деп айта алмаймыз. Біз өзіміз ниет білдірейік. Аллах тағалам, ол сондай болса екен, мен сондай болған тілеймін деп қана ниет білдіріп, сол біздің запросымыз, сол біздің заказымыз орындалу үшін біз мықты құлшылық жасауымыз керек. Именно қазір фанатизм сильный, сен қазір фанат етіп Аллаға сыйыншы, ешкім саған күле алмайды. Ешкім күле алмайды. Күліп көрсін только. И даже наглядно біреуге көрсетіп Аллаға сыйынбаңдар. Елдің өзінде, Алла шүкір бірдеңе деп айтпаңдар. Айтсаңдар өздерінің іштеріңде. Бұл біреудің алдындағы отчет. Мысалы бізде группаларда Ясин сүресін оқып, Мүлк сүресін оқып, сүрелер оқып, намаз оқып, белгі қойып жатырмыз ғой. Ол мына адамдар үшін оқып жатқан жоқпыз ғой. Алла үшін оқып жатырмыз, соны ұмытпайық. Алланың разылығы үшін мен оқыдым, және басқа қыздарда осы мен белгіні қойғанда мотивация алып, бір адам оқып жатыр ғой, мен де оқиын деп, мотивация болсын деп қойып жатырмын деп ойлаңдар, қыздар, жақсы ма? Мен жақсылық жасап жатырмын деп, ниет сол басқаша болсын. В общем, қыздар, неше күннен бері айта алмай жүрген нәрсенің бәрін вроде айттым. Қыздар, мына ойларыңды айналаға арнамаңдар. Кім не істеп жатыр? Біреудің жапқышы қандай деп терезеден қарамаңдар, біреудің есігіне сығалап, мынау не істеп жатыр деп қарамаңдар. Арттағы балашаға қаңғып жөнінде қалады. Балашаға қараусыз қалады. Ер азаматымыз без энергия қалады, қыздар. Энергиясы қуатсыз қалады. Біздің энергиямыз оларға керек. Сондықтан, қыздар, барынша ешқандай информация тыңдамай, Аллаға сыйынып, кәдімгідей, сонда тупить етіп қаламыз ба деп ойлап қалмаңдар, қыздар. Қазір именно жанды жадыратып алатын уақыт. Балам көп өтірік айтады, не істесем болады?